Кайырлы күн, құрметті телекөрермендер. Біз бүгін ер адамдар үшін шекті тақырып, белсіздік және эректилді бұзылыстар жөнінде айтамыз. Бұндай өзгерістер тек ерлерді ғана емес, біз әйелдерді де мазалайды. Яғни жыныстық қатынаста жиі кідіруден серіктесін ауыстырғысы келмеу. Ер адам неліктен дұрыс жыныстық қатынасқа түспейді және онымен қалай күресу керектігін бізге жоғары санатты уролог-андролог Прокофьев Александр Юрьевич, Казмед Эво орталығының басшысы Лаврешкин Андрей Владимирович және жетекші маман Березовская Анастасия Валерьевна баяндайды. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер ме? Бірінші сұрақ сізге, Александр Юрьевич. Айтыңызшы, ерлерде қандай жыныстық өзгерістер жиі кездеседі және оның себептері неде? Ерлерде жыныстық сипаттағы мәселелер әртүрлі болады. Көбінесе белсіздік, уақытынан бұрын немесе ауыра ұрық шығару. Бірақ өз тәжірибемде қанша жыныстық бұзылыстармен соқтығысқандықтан олардың пайда болуының себебі жыныстық қатынастың өзінде емес. Несеп жыныстық жүйенің нашар жағдайынан және кіші жамбас аймағындағы қан айналымының бұзылуынан. Бұл мәселелерді көпшілік жағдайда дұрыстауға болады. Бірақ ер адамдар өз әрекетімен немесе әрекетсіздігінен кейде жағдайды қайтарымсыздық салдарына дейін жеткізеді. Кейбірі өзінің әлсіздігін сезініп, маманға көмек сұрап жүгінуге ұялады. Оның орнына өз-өздерін емдеумен айналса бастайды, немесе одан да сорақысы ынталандырушымен мәжбүрлейді. Дегенмен барлық ынталандырушылар табиғи жыныстық қызметті басатын ингибиторлардың негізіндегі заттар. Және ер адам уақыт өтісімен тіпті ынталандырушының да көмегімен қозғай алмайды. Сол себепті потенция мен жыныстық қатынастың сапасын дұрыстау үшін ең алдымен ағзадағы несеп жыныстық жүйенің жалпы жағдайын жақсарту керек. Александр Юрьевич, егер ер адам өзінің жыныстық қызметін дұрыстағысы келмесе, мысалға, оның жетерлі балалары бар және егде жасқа келіп қарама-қарсы жыныс өкіліне құштарлықты сезінбесе, бұл дұрыс па? Ерлердің репродуктивті жүйесі бүкіл ағзаның ажырамас бөлшегі. Оның қызметінің әлсіреуі ағзаның барлығынан нұсқан келтіретте физиологиялық процестер нашарлай бастайды. Андрогенді бұзылыстар ер адам солып, еркектік қасиетін жоғалтады. Табиғи қалыптасуы бойынша ер адам жыныстық қатынасқа кез келген жасында түсуі керек. Сонымен бірге, бұл әйел адамның денсаулығы үшін де қажет. Сол себепті әйел еркектің басқа кемшілігі болғанымен, көбінесе өзіне жыныстық жағынан белсенді серіктесті таңдайды. Ғылыми зерттеулердің көрсетуі бойынша жыныстық қатынасқа түсетін адамдар тек қана бақытты емес, және де ұзақ өмір сүреді. Казмед Эво орталығының басшысы Андрей Владимирович, айтып өтесіз бе? Бейэректилді қызмет бұзылған кезде не істеу керек? Оны қалай қалпына келтірсе болады? Ерлерде айқын сезімге толы, шабытты, сапалы жыныстық қатынасты жүзеге асыруға мүмкіндік болуы үшін ағзадағы физиологиялық процестердің барлық шеңберін және репродуктивті жүйені дұрыстау керек. Психогенді эрекция орталық ми жүйесі арқылы жыныстық сипаттағы ойлардың пайда болуынан және сезім мүшелерінің тітіркенуінен жүреді. Нейрондар белдегі мидың жүйке жүйелісі арқылы репродуктивті жүйеге түседі. Жыныс мүшесінің кеуекті денесі босаңсып, оған қан үйіле бастайды. Осы кезде қан келу тоқтап, жыныс мүшесі қатаяды. Дәл сол кезде жыныс мүшесінің айналасындағы жүйке түйіндерінде импульс барып, өзара әсерлесуден рахаттану және шабыттану сезімін сыйлайды. Осындай қарапайым емес жағдайды қайта реттеу үшін репродуктивті және жүйке жүйесінің түрлі мүшесін сауықтырушы кешенді әсері бар өнім қажет болады. Ондай өнім де бар. Ол жөнінде біздің орталықтың маманы Анастасия Березовская айтады. Сәлеметсіздер ме? Иә, шынымен де біздің орталықта ондай өнім бар. Ол Лавистраль Форте деп аталады. Лавистраль Форте бүкіл несеп жыныстық жүйені сауықтырып, қайта қалпына келтіру үшін әртүрлі урологиялық дерттерде қолданылады. Өнім капсула түрінде тек табиғи құрауыштардан жасалған. Лавистраль Форте эрекцияға ықпал етіп, қозушы күш беретін нейрондардың өтімділігін арттырады және оргазм сезімін айқындай түседі. Қуық асты безінің жасушаларын жаңартады. Кіші жамбас аймағындағы бұлшықеттерді нығайтатын амин қышқылдарының синтезін реттейді. Тестостерон гормонының секрециясын көбейтеді. Ал тестостерон еркекті тек төсекте ғана емес, өмірде де күшті ететін ең басты гормон. Тағы да өнім қан айналымын жақсартады, простатит және аденомада да нәтижелі. Лавистраль Форте несеп жыныстық жүйенің барлық мәселелі аймақтарына қайта қалпына келтіруші ретінде әсер етеді. Осылайша кез келген жаста қатты эрекциямен сапалы жыныстық қатынаспен қамтамасыз етеді. Лавистраль Форте жоғары технологиялық талаптарға сай шығарылады. Өнім барлық қажетті зертханалық тексерістен өткен. Халықаралық сертификаттармен әлемнің озық мамандары тарапынан ұсынылған. Көрсетілген телефон нөмірлері бойынша біздің орталықпен кеңесіп, Лавистраль Фортенің курстық бағдарламасына Қазақстанның кез келген өңірінен тапсырыс бере аласыздар.
Сіздерді тағы да қуантқым келіп отыр. Бүгін Лавистраль Фортенің курстық бағдарламасына тапсырыс бере отырып, жүрек қан тамыр жүйесінің жұмысын жақсартатын, кіші жамбас аймағындағы қалдық заттарды шығаратын, жыныс мүшесіне дұрыс қан толуының арқасында эрекцияны одан да қатты ететін Ұлыбританияда шығарылған бірегей коллоидтық ерітінді станаринді тегін түрде ала аласыздар. Станарин еуропалық фармакопейнді стандарт GMP тарапынан және халықаралық сертификаттармен мақұлданған. Лавистраль Форте мен станаринді қатар қолдану барлық репродуктивті жүйені кешенді қайта қалпына келтіреді. Сонымен құрметті телекөрермендер, біздің бағдарлама аяқталды. Ал мен тек еркектік қабілеттеріңізді қорғап, кез келген жаста жыныстық белсенді болыңыздар деймін. Қазмет Эва орталығына хабарласыңыздар. Сау болыңыздар.